үшін бір есім ерекше құрметпен аталады. Ол жомарттығымен, адамгершілігімен ел жүрегінде қалған Бітеген Әбдиев. Бұл бейнеролик бір адамның емес, бір ауылдың алғысына айналған өмір жолына арналады. Әбдиев Бітеген 1951 жылы 16 наурызда Жалағаш ауданы Мырзабай Ахун ауылында дүниеге келген. 1958-1967 жылдар аралығында аталған ауылда 9 сыныпқа дейін білім алған. 1967 жылы Аққыр совхозына көшіп келіп 10 сыныпты осы ауылдан бітіреді. 1968-1972 жылдар аралығында Аққыр совхозында механизатор болып жұмыс істеді. 1972-1974 жылдар аралығында отан алдындағы азаматтық борышын өтейді. Әскерден оралған соң Аққыр ауылында бір жыл жұмыс істеп, 1975 жылы Алматы қаласында ет комбинатында жұмыс жасады. 1977 жылы жары Қарлығашпен бас қосып, Нұргүл, Айгүл, Ләззат, Шапағат атты 4 қызбен Азамат есімді бір ұлды тәрбиелеп өсірді. 1977 жылдан 1991 жылға дейін Қызылорда автобазада жүргізуші болды. Одан соң Алматы энергетика институтының сырттай бөлімін бітірді. Еліміз тәуелсіздік алған 1991 жылдан бастап кәсіпкерлікпен айналысты. Әдепкіде қала орталығынан Шапағат атты ет дүкенін ашып, қаланы етпен қамтамасыз етуге үлес қосты. Онан соң кәсібін кеңейтіп, Азамат ЛТД жауапкершілігі шектеулі серіктестігін құрып, жүздеген адамды жұмыспен қамтыды. Кәсіпкерлігі қанат жайып бір арнаға түскен жаңа ғасырдың басында өзі оқып білім алған ата жұрты Аққыр ауылының тұрмысын түзетуге көңіл бөлді. Ол кезде ауыл халқының көбі жұмыссыз еді. Бітеген Әбдиев ауыл тұрғындарына көп көмегін тигізді. Ауыл халқының бақша салуына аяқ судың тапшылығы кедергі болып, тығырыққа тірелген елге көп көмегін тигізді. Оның ауылына жасаған ең үлкен жұмысы өз қаржысына 3 экскаватор алып, 35 шақырым канал қаздырып, ауыл тұрғындарының бақша егіп тіршілік етуіне жағдай жасады. Бұны ол туған жерге деген перзенттік парызым, ауылдастарымның алдындағы азаматтық борышым деп білді. Сонымен бірге ол 2002 жылы облыстық мәслихатқа депутат болып сайланғанда Жалағаш Аққыр бағытындағы жолдың сапасыздығы ауыл тұрғындарының аудан орталығына қатынасын қиындатып отырғанын жиі көтеріп, өзінің азаматтық үнін қосып отырды. Одан басқа да ауылдың проблемаларын, қоғамдық мәселелердің шешілуіне ат салысты. Әттең, өмірі тым келте болды. 2006 жылы 18 сәуірде өмірден озды. Оның ел үшін, жер үшін жасаймын деген үлкен жобалары бар еді. Амал не, ажал оған жеткізбеді. Бірақ сол қысқа ғұмырында халқына пайдасын тигізіп, көптеген мұқтаж жандарға қол ұшын созған Бітеген Әбдиевтің есімі, азаматтық биік тұлғасы елінің есінде мәңгі сақталып қалды. Қазірде Аққыр ауылына аяқ су жеткізіп отырған канал Бітеген каналы деп аталады. Жары Қарлығашта 2013 жылы 14 қазанда кенеттен дүние салды. Шүкір, олардың артында ғұмыры мен жарқын істерін жалғастыратын ұл қыздары, немерелері қалды. Ел үшін еңбек еткен
текке кетпейді. Халқының қамын жеген азаматты елі ешқашан ұмытпайды. Қонар болса жақсылықтан құдегер, өзіңді іздеп сағынады күтедел. Сәулесінің бәрін төккен жұртына, қалды есімің құрметті боп бітеген. Жоқ болсаң да жүректерде төрлейсің, көңіліңде едау сенің көлдей шын. Халқың үшін маңдай терің төгіліп, жарқын ісің қалдардың да өлмейтін.